Финал кезінде танымал болған Джейшоннан бұл күндері мүлде бейхабар қалдық. Review News тілшілері Қазақстанға келген әншіден неліктен көзден таса болғандығы туралы біліп қайтты. Одан бөлек өнерпаз жеке өмірінен де сыр шертіп ағынан жарылған көрінеді. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Кезінде айтулы әндермен танымал болған Джейшон Ләфисел шарасының құрметті қонағы атанды. Әншіні бұл күндері қазақстандық тыңдарман ұмыта бастаған жасырын емес. Алайда музыкант өнерден алыс кетпедім дейді. Қызу жұмысқа байланысты соңғы 3 жылда үйде жиі болмаймын. Әлем бойынша тур өткізудемін. Жаңа тректер дайындап жатырмын. Дәл қазір өзіме ұнайтын музыка жасаудамын. Шыны керек, бәріне ұнай беретін жауыр болған әндерден шаршадым. Білексіп ана жұмысқа кірістім деген әнші күні кеше су жаңа бейне баянның тұсауын кесіп үлгерген. Бұл афробитті романтикалық туынды болды. Менімен бірге Нигерияның тумасы Давидо жұмыс істеді. Дарынды өнерпаз дер едім. Көп күттірмей атақты болатынына сенімім мол. Сондықтан да Давидомен бірге жұмыс істеуге келістім. Джейшон жұмысы ғана емес, отбасы туралы да айтып қалды. Әйелім екеуміз әлі де біргеміз. Алайда бірге түскен суреттерді әлеуметтік желіге сала бермеймін. Ол менің жеке өмірім. Ал қызымның видеоларын кейде жариялап тұрамын. Жанкүйерлеріме қатты ұнайды. Музыкант 3 жасар Эйва есімді кішкентай сұлу қызына Қазақстаннан қандай сыйлық ала барсам деп дағдырып жүргенін де жасырмады. Әдетте қызыма барған жерден сыйлық алып жүремін. Алайда Қазақстаннан жылқыдан басқа не апарарымды білмеймін.